Hayırlı gün dostlar. Amansızlar mı? Sizlerмен tағы da көріскеніме қуаныштымын. Videoda бүгінгі пісіретініміз пицца. Тостаққа бірінші біз 200 грамдай сүт құйып аламыз. Көбісі суға илейді, май қосып атады. Біз ондай қылмаймыз, сүтке илейміз. Шайный қасықпен бір қасық ашытқымызды қосамыз, дрожжи яғни бір қасық тұзымызды қосамыз. Сөйтіп бұны ертіп бетін жауып қоямыз, араластырып еріп тұрғанша 5 минутқа 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Мінекей ашытқымыз, тұзымыз еріп, сүтке еріп дайын болды. Енді 200 грамдық бокалмен бір бокал, 2 бокал қосамыз. Сөйтіп араластырып бастаймыз. Осы араластырып бастаймыз. Мінекей жаңағы 2 кружка ұнды да салып, илеп алып жатырмық. 200 грамдықтан 2 кружка ұн саласыздар. Сөйтіп илеп аласыздар, араластырып жақсылап. Мінекей қамырымыз дайын болды, жақсылап иленіп болды. Енді оны одноразовый пакетке салып, тостақтың ішіне қойып, бір 10-15 минут қойып, ашытып аламыз. Жарты сағаттай қойып, ашытып аламыз. Қамырымыз жақсы болу үшін бетін жауып қоямыз. Қамырымызды екіге бөліп алдық. Бөліп алғаннан кейін кішкене май жағып, тостаққа салып, тағы бір-біріне жабысып қалмас үшін 10 минутқа қойып аламыз май жағып. Мына біздің нанымыз жазып, тапаға салып, бетіне кетчуп жағып, тапаға салып, сөйтіп пісіріп аламыз пешке салып. Біз 2 пицца жасайын деп жатырмық. Біреуі пепперони, біреуі маргарита. Помидордан 2 штук, оған керегі. Сырдан 200 грамдан 2 штук. Колбасадан 200 грамм колбаса. Кетчуп қосамыз біз. Қазір тапаның нанның бетіне кетчуп жағып, нанымызды пісіріп алғаннан кейін ар жағын салып көрсететін боламыз. Мінекей үккіштен өткізген сыр, яғни ірімшік, үккіштен өткізген, теркіден өткізген, соны себелеп аламыз. Жақсылап. Мінекей енді колбасаны саламыз осылайдан. Бұл пепперони пицца. Мінекей дайын болды, қайтадан пешке салып аламыз 10 минутқа. Екіншіміздің бетіне кетчуп жағып алып дайындадық. Енді пешке саламыз. 180-200 градусқа қойсаңыздар болады. Әркімнің пеші әртүрлі. Соған байланысты градусын өздеріңіз қойып аласыздар. Мінекей біз 200 градусқа 30 минутқа ас-түсін пісіретінге қойып алдық. Міне екінші пиццамыздың наны дайын болды. Бетіне сырымызды салып атырып, яғни ірімшігімізді. Содан кейін помидорымызды саламыз. Бұл маргарита пиццасы. Мінекей помидорымызды салып бастадық. Осылай жұқа қылып сіздерді салып, қалағандарыңызша салып
istesеңіздер болады. Ортасына екеу салып жібер. Осылай енді пешке салып аламыз. Сыры бәрі еру үшін. Міне пиццамыз дайын болды. Pepperoni margarita деп аталады. Дәмін көрейік, кәнекей. Біз жаңа кесіп дайындап қойған болатынбыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Өте дәмді екен. Сіздер де осылай дайындасаңыздар болады. Үй жағдайында пиццаға заказ беріп сатып алғанша үйлеріңізде дайындаңыздар. Біздің каналымызды бағалаған болсаңыздар, арнамызға жазылып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып тіркеліп кетулеріңізді сұраймыз. Сіздердің арқаларыңызда біздің канал дамиды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.